Саламатсыздар ма, құрметті Тіл Альянсының тұрақты көрермендері. Әдеттегідей сіздердің назарларыңызға тіл саясаты бойынша атқарылған жұмыстарды ұсынамыз. Жарнама сауаттылығы облыстық акциясы жарияланды. Акцияның негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес келмейтін көрнекі ақпараттардағы қателерді фотоға түсіріп, басқармаға ұсыну. Акцияның белсенді қатысушылары марапатталатын болады. Облыстық іс-шаралар жоспары шеңберінде көзі нашар көретін азаматтарға арналған қазақ тілін тегін оқыту курстары басталды. Күн сәулесі жобасының негізгі мақсаты қазақ тіліне оқыту және азаматтардың танымдық мәдениетаралық қатынас дағдыларын арттыру болып табылады. Аталмыш курсқа 30 көзі нашар көретін азаматтар қатысуда. Сондай-ақ халықаралық қазақ тілі қоғамы облыстық филиалының алқа отырысы өтті. Аталған отырысқа қала аудандардағы филиалдардың төрағалары, сонымен қатар қаламыздың мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиешілері, мектеп ұстаздары, жергілікті жоғары оқу орындарының лингвист ғалымдары мен студенттер қатысты. Ертіс мәдениеті Instagram парақшасында мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту тақырыбында дәстүрлі сұхбаттар ұйымдастырылды. Ал біз өзіміз алдымызға қойған болып мақсат қоямыз. Біз не істеп жатырмыз? Осы тілді әрғаттай дамыту. Сондықтан қызығушылық дамыту керек бізге тілге. Тілді үйрену ол әлгі сен оқы деп оқытпау керек, оны қызығушылығын арттыру. Оқулары болды, Оралға көкейлер оқулары болды, сонымен оқулар батыс. Ақтауға ол кезде алғаш рет ұйымдастырылды. Сол жылы Әбіш Кекілбай ағамыз өмірден өткен болатын. Соған байланысты алғашқы аты аңызға айналған абыз атты көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы. Сол жерге қатыстым.